Так, мына вольватрониктің моторчигі жан дегеннің жан дегенде немен ұнтақтары емес, енді ұнтақтан шаңы ғой, енді шаңы деп айтайықшы. Шаңы жиналып түбіне жиналады екен да, сонымен массаға не береді, сопротивление береді. Тоқ қашады, енді былай айтқанда қазақшасына. Тоқ мына массаға кетіп жатыр міне. Мына жерде мультиметр баян қойыншы, мынаны түсіретін міне. Мына көрдіңдер ме міне? 20К-ға қойып қойдым сопротивление 2.96. Енді екінші контактта міне тура соны көрсетіп тұр. Мына немен көрсетіп тұр ғой видеода, мультиметрді көрсетіп тұр міне. Соның шаңы жан дегендей. Ол неме ғой, графит қой. Графит шаң болса да тоқ өткізеді да. Сол және щеткаларын жиілініп тоқ массаға кетіп отыр. Содан ошибка береді дейді. Қазір мен шашамыз. Шашып қазір қараймыз меткаларын бұның. Өйткені біз масақтарын ауыстырғанбыз бұның. Мынаны жалғасақ, мына датчигін жалғасақ, вольватрониктің дірілеп қалып жатыр. Соны қазір қайтадан көз жеткізу керек болып тұр меткасына. Соны жылжыш светі неме вольватроник. Вольватроник енді ол дизель құсақты көбінесе ауаны өзі теңшеп отырады ғой. Заслонға қарағанда мынау дизель құсақты ғой почти.